Хамстер комбаттағы басты сұрақ листинг қашан болады? Осы бейнероликта сіздерге листингтің нақты датасы қашан екенін айтатын боламын. Кеттік. Листингті айтып бастан бұрын күнделікті қандай активность көрсету керектігін көрсетіп кетейін. Яғни сіздер ежедневный награда алу керексіздер, ол үшін Йорн деген батырманы басасыздар, төменге түсесіздер, мына жақта ежедневный награда деген бар. Яғни сіздер күнделікті үзбей кіріп отыратын болсаңыздар, түбінде 7 миллион монет алатын боласыздар, общий суммамен есептегенде. Екіншісі, бізде ежедневный шифр, күнделікті сіздер 1 миллион монет ала аласыздар, ол үшін азбука Морзе арқылы өздерінің берілген күнделікті сөздерін жазып отыру керек. Үшіншісі, бізде комбо, бізге 3 карточканы ашу керек, соған қатысы бізге 5 миллион монета беріледі. Именно қандай карточкаларды ашу керектігін менің Telegram арнамнан көре аласыздар. Telegram арнаның сілтемесі описанияда тұр. Мысалы, бүгіндікке комбо, яғни бірінші бізде Special Hamster конференция дейді. Бірінші карточка менде қазір сәтте уровень көтеру үшін 8 миллион керек екен. Екіншісі 79 мың монета екен. Үшіншісі біздікі Web3 бөлімінде, ол үшін VS Labs level 15-ке көтеру керек осы карточканы. Енді VS Labs-ты карточкасын тауып алайық. VS Labs-ты қазір сәтте менде 7-ші левелда тұр екен. Бұны 15-ші левел көтеру үшін біраз уақыт керек. Сондықтан мен ойымша бұл үлгермей қалады екенмін. Сосын достар, біздің чат бар, уведомление келіп жатыр. Осы чатта TapSwap-тағы кодтар, немесе Hamster комбаттағы комбо шифрды осы жақта оқырмандар өздері жазып отырады. Солармен бөлісіп сіздер ала аласыздар. Немесе өзіңіз расымен де интернет желісінде басқа жолмен ақша тауып жүрген проектлер болса, осы жақта сіз ұсына аласыз. Менің ойымша VS Labs-ты көбісі осыны аша алмай қалды. Чатта да байқап жатырмын, что все-таки бұл комбаны біз өтірік жереміз деп айтқан болатын. Әлі де сұрақтың жауабын күтіп отқан шығарсыздар. Листинг қашан болады деп. Қазір біраздан сіздерге айтатын боламын міндетті түрде. Ал оған дейін сіздерге тағы да бір қызықты проектпен таныстырғым келіп тұр. Ол дәл қазір сәтте хайпқа айналып жатыр. Мүмкін Hamster комбаттан асып кету мүмкін. Проекттің аты Docs деп аталады. Бұл жақта сіз просто Telegram аккаунтыңызға бар үшін сізге өздерінің мем токендарын береді. Ол мем токені жақын арада листингқа шығатын болады. Hamster комбат, TapSwap сияқты 3-4 ай күтпейсіздер, именно осы 1-2 апта аралықта уже листинг басталады. Өйткені Bitget биржасында уже премаркет басталып кетті, и кейбір биржаларда уже скоро листинг болады деп анонс жасаған болатын. Менің счетымда 16178 мем токен Docs бар екен, и кейбір конвертер валютамен бұны шаққан кезде $100 болуы мүмкін, немесе $500 болуы мүмкін. Но минимум мен бұл жақтан $100 шығара алам деген үміт бар. Әрине бұл жақта ең басты сұрақ, бұл жақта Docs мем токенді қалай шығарып аламыз деген сұрақ. Дәл қазір сәтте сіздер бұны шығара алмайсыздар, но жақын арада мүмкін бізге батырма шығару мүмкін, что withdraw деген сияқты, яғни бұл жақта мем токенді шығарып алуға мүмкіндік беретін болады. Сондықтан Telegram арнаға тіркеліп қойыңыздар, жақында шығатын жаңалықтармен сіздермен міндетті түрде бөлісетін болам. Все, достар, кешірім сұраймын, сұрақтан алыстап кеткем. Яғни сұраққа келейік. Листинг қашан болады? Қай дата? Давайте бірінші басынан басайық. Осы айдың 10-шы число күні листинг болады деген, неге деген сұраққа келсек, өйткені мына карточка обратный счетчикпен бізге доступна болған. Яғни бұл 10-шы число күні біту керек болған, міне уже бітті. Мына жақта Web3 деген жазу тұр, соған қарай адамдар ойлады, что все, міне листинг болады, обратный счетчик жүріп жатыр, значит, все, 10-шы число күні листинг болады деп бәрі хабардар еткен болатын, бірақ та өкінішке орай 10-шы число күні ешқандай өзгеріс болған жоқ, тек қана Web3 деген мынандай бөлім шықты. Сіздерге ұсынамын осы карточкаларды тоже прокачка жасауға, өйткені жақсы прибыль монета қосылады. Одан кейін Hamster комбаттың Telegram группасында мынандай пост шыққан болатын. Айта кетейін, еще плюс бұл жақта қазір сәтте 52 миллион оқырманға жетті. Вау, просто. Давайте постты аударайық и қараңыздар. Мына жерде пасхалка бар. Присмотритесь. Вы уже видели этот номер. Яғни 18 деген номерді сіз көрдіңіз ба деген бізге сұрақ келіп тұр. Яғни бұл бізге пасхалка. Соған орай криптомандар осы айдың 18-ші число күні листинг болады деп тоже жариялап жатыр. Менің ойымша бұл да қате дата. 18-ші число күні листинг болмайды. Бірақ та енді өздерінің телеграмдары пасхалкасы бойынша жүгінсек, осы постқа қарай отыра, онда келесі августтың 18-і листинг болады. Сіздерге осы нақты дата деп айта аламын. Get.io биржасында 06-шы айдың 14-ші число күні өздерінде премаркет басталған. KuCoin'де әлі күнге дейін басталамай жатыр. Ол негізі осылар бірінші премаркет болады деп
и ближайший дата болар, датасын қойып қойған, мына күні болады деп. Бірақ та күнделікті датасын созып жатыр, и бұл жақта премаркет әлі басталмады. Бізге басты жақсы жаңалық, Bybit'та премаркет басталып кетті. Бұл жақта саудагерлер, инвесторлар осы HMSR монетаны сатып ала алады және сата алады. Бірақ та достар, айта кетейін, HMSR криптовалютаның құны әлі жоқ. Ешкім білмейді құны қанша екен. Именно август 18-і листинг болады деген тағы да бір екінші фактор. Салыстырмалы түрде алсақ, Notcoin 04-ші айда, яғни апрельде премаркет болды. Одан кейін майдың ортасына таман уже листинг болған, яғни 1,5 ай керек болған. Енді қайтадан оралайық, HMSR 08-ші дата күні премаркет болды. Енді 1,5 ай қойсақ, августтың аяғы жарайды 18 число, все-таки пасхалка бойынша есептесек 18 число күні уже листинг болу керек. Неге осы айда именно листинг болмайды? Өйткені дәл қазір сәтте ешқандай дайындықтар жоқ. Осылай достар, сондықтан августқа дейін бізге уақыт бар, өзіміздің прибыль в частты көбейтетін боламыз, міндетті түрде күнделікті активность көрсетіп отырамыз. Телеграм арна тіркеліп қойыңыздар, сол жақта күнделікті шифр, күнделікті комба сіздерге активно шығарып отырылатын болады. Сол жақта қарай отырып, сіздер монетаны тез жинап, прокачканы тез істейтін боласыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментария қалдырып кетіңіздер. Сосын айта кетейін, прибыль в час сізде қанша болып жатқаныңызды міндетті түрде комментария жазып кет. Прибыль в часқа байланысты мүмкін мен конкурс жасайтын боламын. Сондықтан плюс менен де сіздер ақша алатын боласыздар. Сау саламатта болғанша.